Баршаға сәлем, желі тұрса арманы, жауы шапса қорғаны болатын жастар. Сендермен бірге әдеттегідей 140 онлайн курсының геометрия пәнінің мұғалімі сендердің сүйікті Құлахмет Нұрдәулет ағайларың. Бүгін сендермен кезекті қарастыратын тақырыбымыз көп бұрыштар деп аталады. Ендеше кеттік, бисмиллах деп бастаймыз. Дәптерімізге көп бұрыштар деп жазып қояйық, және сабақ жоспарымен мен таныстыра кетейін. Алдымен кездейсоқ көп бұрыш туралы үйренетін боламыз, формулаларын айтатын боламыз. Одан кейін дұрыс көп бұрышқа сырттай және іште сызылған шеңберлер туралы айтамыз. Одан кейін дұрыс көп бұрыштар туралы айтатын боламыз және осыға байланысты есептер шығарамыз. Ендеше кеттік, сөздің басы бисмилля, бисмиллясыз іс қылма деп сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен көп бұрыш. Бірінші нәрсе, көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы туралы айтамыз. Жалпы бізде мысалы альфа 1, альфа 2, альфа 3, альфа 4 деген секілді альфа n-1, одан кейін альфа n деген сияқты біз әдейі көп нүкте қойып қойдық. Яғни қанша бұрыш бар екендігін біз білмейміз. Кездейсоқ берілуі мүмкін. 5 бұрыш болуы мүмкін, 7 бұрыш, 12 бұрыш, 8 бұрыш әртүрлі болуы мүмкін. Сол үшін мына жерге альфа 4-тен кейін мен көп нүкте қойып үзік-сызықпен альфа n-1 дедім, одан кейін альфа n деп қойдым. Жалпы алғанда көп бұрыш. Ол көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 көбейтілген n-2 формуласымен есептеледі. Немесе керісінше жазсақ та болады, n-2 көбейтілген 180 деп жазсақ та болады. Осы жерде s альфа деген сөз, бұл альфа деген ішкі бұрыш деген әңгіме, бетта деген сыртқы бұрыш деген әңгіме. Значит, ішкі бұрыштарының қосындысы деген сөз, мынау сумма альфа деген сөз. Альфалардың суммасы, яғни ішкі бұрыштарының қосындысы деген сөз. Ал енді маңдайшасына градус белгісін қойса да болады, қоймаса да болады. Бұл бізде градус міне жауабы неше градус екендігі шығаратындығын айтады да, былайша айтқан кезде. Мысалы, 540 градус, 360 градус деген сияқты. Енді оқушым осы формуланы ұмытпаудың жолын айтайын. Жалпы біз білеміз, естеріңде бар болса, үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы қанша еді? Әрине, үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусты беретін еді. Енді қараңдар, үш бұрыштан кейін ол 4 бұрыш болып кетсе, мысалы кездейсоқ 4 бұрыш. Бұның ішкі бұрыштарының қосындысы 360 градусты береді. Енді қараңдар, мен айтқан болатынмын, үш бұрыштан кейін бір бұрыш қосылса болды, 180 градус қосыла береді деп. Значит, ең бастапқы кезде ол үш бұрыш еді. Сол кезде мен қазір бүйтем. N қоя, үш бұрыш деген үш қабырғасы бар еді. Содан 2-ні азайтып 180-ге көбейтем. Яғни, қараңдар, n-нан 2-ні азайтам, 2 қабырға алып тастаймын. Сонда 2 қабырғасын алып тастап, 1 қабырғасын 180-ге көбейтсем, менде жалпы ішкі бұрыштардың қосындысы шығады. Егер де мен үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын тапқым келсе, 3 қабырға болған үшін n-нің орнына 3 қойып қоямын. Себебі n деген қабырғаның санын көрсетеді. Міне, n көп бұрыштың қабырға саны деп жазып қойдық. Енді 3-ті қойсақ, 3-тен 2-ні аламыз 1, 1-ді 180-ге көбейтсек, ол кезде 180. Енді қараңдар, 4 қойық, 4 бұрыш болсын. 4 минус 2 көбейтілген 180. Бұл кезде қанша шығады? 4 бұрыш болатын болса, 4 қабырғасы болғандықтан 4 қоямын, 4-тен 2-ні алса 2, 2-ні 180-ге көбейтсек, уже 360, көрдіңдер ма? 5 бұрыш болсын. Енді 5 минус 2 көбейтілген 180. Уже бұл жерде 540 градус ішкі бұрыштардың қосындысы. Вот не байқадық? 3 бұрыштан кейін әрбір бұрыш қосылған сайын 180 градус қосыла береді. 180 болады, одан кейін 180 қоссақ 360, одан кейін тағы бір бұрыш қосатын болсақ, онда тағы 180 қосылады, 540, солай кете береді. Вот міне заңдылық осындай. Сонда ең бірінші 3 бұрыш үшін ойлансақ, біз былай жасай аламыз. 180-ге көбейтуіміз керек қоя. Енді мен қазір тұрамда не істеймін? Мен тұрамда n-нан азайтамын 2-ні. Сөйтемін да сөйтіп барып 180-ге көбейтемін. Себебі 3 бұрыш болған кезде, 3-тен 2-ні алған кезде 1-ді 180-ге көбейткен кезде 180 шығу керек та бізде. Көрдіңдер ме? Сол үшін n-2. 2 қабырғаны всегда азайтып отырыңдар, n-нан. Болды осы. Сол кезде ішкі бұрыштарының қосындысы шығады. Жалпы мына формула, мен сол формуланың қайдан шығып жатқандығын түсіндіріп беріп жатырмын сендерге. Енді қараңдар, біз қазір былай ойласақ болады оны басқаша. Мысалы 4 бұрыш, былайнан диагональ арқылы 2 штук 3 бұрышқа бөлсек қалай? Мына жердегі 3 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180. Мына жердегі 3 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180. 180 болсақ 360, көрдің ба? Егер де саған 5 бұрыш берілетін болса, 1, 2, 3, 4, 5. Қара, осылай 3 бұрыштарға қарастыра сал ішінен. Санай алмай жатсаң, формуланы ұмытқасаң, қанша бұрыш беріледі, соның ішінен 3 бұрыштарға қарастыр. Міне, 1 бұрыш кетті. Мына жерге қосуым керек, бірінші қосқаным дұрыс емес болып қалды. 1 бұрыш кетті. Одан кейін былай жүргізем. 2-3 бұрыш кетті, мұна мен 3-3 бұрыш. Көрдің ба? 3 бұрыштар нешеу? 1, 2,
сосын үстіндегісімен 3. 3 бұрыш болды. Мынаның ішкісінің қосындысы 180, мынаның ішкісінің қосындысы 180, мынаның ішкісінің қосындысы 180. Сонда тазасы 180-ді 3-ке көбейте саламыз ғой. Сонда мына n-2 көбейтіп 180 дегенде 5-ті қойсаң, 5 бұрыш болған үшін. 5-тен 2-ні алса 3, 3-ті 180-ге көбейтесің. Вот осыдан шыққан ғой, міне 3 көбейтілген 180. Көрдіңдер ма? Міне осындай болады екен. 180, 180, 180 қоссақ бізде 540 екендігі шығады. Формула ұмытқасаң, осылай қолмен санап шықсаң да болады. Қанша көп бұрыш берілсе де, былай 3 бұрыштар құрастырып жібер. Неше 3 бұрыш бар, сонша 180 градусты есептейсің ғой. 180, 180, 180 деген сияқты сөйтіп есептей бересің. Болды, осы ғана оқушым. Бізде жалпылама келгенде мына формуланы жазып алыңдар және жаттап алыңдар. Бұл жердегі n көпбұрыштың қабырғаларының саны осы ғана. Енді барлық қабырғалары тең болатын, яғни дұрыс көпбұрыштың ішкі бұрыштары тең және келесі формуламен анықталады. Енді біз көпбұрыштың, мынау кездейсоқ көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын таптық. Енді қараңдар, біз жекелей бір бұрышты тапсақ. Жекелей бір бұрыш табатын болсақ, ол әрине дұрыс көпбұрыш болу қажет. Дұрыс көпбұрыш деген сөз, оның барлық қабырғалары тең болуы керек деген сөз. Сол кезде ғана, мысалы, дұрыс үшбұрыш деген ол тең қабырғалы үшбұрыш еді ғой. Тура сол секілді дұрыс көпбұрыш болатын болса, тең қабырғалы көпбұрыш та. И бұл жерде бізде мына формуламен анықталады, енді альфа, жекелей бір ғана бұрышын табу. Яғни міне, мысалы, мына альфа бір тапқың келсе, о альфада дұрыс көпбұрыш болса. Яғни барлық қабырғалар тең болса, онда сен бүйтесің дейді. 180 көбейту n-2 деген формула бар ғой, n-2 көбейтілген 180. Соны мынау бізде суммасын беретін еді ғой, мынау ғой, мына формула таза. Суммасы барлық ішкі бұрыштарының суммасы, мынаның бәрін қосамыз. И соны қанша бұрыш бар, соған бөлеміз, яғни қабырға санына бөлеміз. Қанша қабырға болса, сонша бұрыш болады бізде. 5 қабырға болса, 5 бұрыш, 10 қабырға болса, 10 бұрыш. Значит, қабырға санына бөлеміз. Сонда әрбір жекелей бұрышы шығады ғой. Сонда қараңдар, мысалы саған 5 бұрыш берілсе, значит, n-2 көбейтіп 180-ге салған кезде ішкі бұрыштардың қосындысы 540 екендігі шықса, сол 540-ты 5-ке бөле саласың, сол кезде әрбір бұрышы қанша градустан екендігі шығады. Болды, сол үшін де біз мына суммасын n-ге бөле салсақ, альфамыз шығады екен. Жақсылап жазып алайық, жаттап алайық, қайдан шығып жатқандығын төмен айтып жатырмын ғой сендерге. Олай болса, келесі бетке көшемін. Келесі бет. Енді екінші айтылатын мәселе ол бізде сыртқы бұрыштар. Көпбұрыштың сыртқы бұрыштарының қосындысы, яғни суммасы туралы айтатын боламыз. Бізде көпбұрыштың сыртқы бұрышы міне былай анықталады. Кез келген қабырғасын созып жібересің. Созған кезде екінші қабырғамен арасында жасайтын бұрыш, ол бізде сыртқы бұрыш. Міне сонда бетта 1, бетта 2, бетта 3, сосын бетта 4, одан кейін бетта n-1. Не үшін n-1 болып кетті 4-тен кейін? Неге бетта 5 болған жоқ? Өйткені мұнда үзік сызық тұр, яғни қанша көпбұрыш екенін біз білмейміз да. Сосын бетта n. Осылай кете береді. Енді бізде сыртқы бұрыштарының қосындысы n-ге, яғни көпбұрыштың қабырға санына тәуелді емес. Яғни сыртқы бұрыштарының қосындысы ішкі бұрыштар сияқты емес. Мысалы, ішкі бұрыштар қандай еді? Қабырға саны артқан сайын 180 қосыла беретін еді. Бір қабырға 3 бұрыштан кейін бір қабырға қосылса 4 бұрыш болған кезде 360 болады. Оған тағы 180 қоссақ, тағы да бір қабырға қосылады. Тағы бір қабырға қоссақ, тағы 180 қосылады. Сөйтіп кете беретін едік. А бұл жерде қабырға санына тәуелді емес қой. Сыртқы бұрыштардың қосындысы әрдайым өзгермейді. Бұл сумма бетта, көрдің бе? S бетта. S бетта. Альфа деген ішкі бұрыш деген әңгіме болады көп бұрыштарда. Бетта дегеніміз ол тек қана сыртқы бұрыш туралы әңгіме болады. Мынау ішкі бұрыш, мынау сыртқы бұрыш. Осылай дәптерлеріңе жазып қойсаңдар болады. Альфа мына ішінде тұр, а бетта мына сыртында тұр. Енді осы жерде кез келген көп бұрыштың сыртқы бұрыштарының қосындысы 360 градусқа тең деген тұжырым шығады мынау формуладан. Және мынандай нәрсе бар. Мынау енді бізде бетта ғой, мысалы альфа бетта 1 тұрсын, оның ішкі бұрышы альфа 1 болсын, мына жердегі альфа 1-іміз бағана айтқан. Мына жердегі альфа 1-імізді, мыналарды өшіп тастайын. Мына жердегі альфа 1-іміз тұр. Сол альфа 1-дің сыртында қазір бетта 1 бар. Яғни сыртқы бұрыш және ішкі бұрыш. Мына жерде не пайда болды? Жазыңқы бұрышты 2-ге бөліп алған сыбайлас бұрыштар пайда болды. А сыбайлас бұрыштардың қосындысы қаншаға тең еді? Әрине 180-ге тең еді ғой. Сонда альфа 1 мен бетта 1-дің қосындысы 180 градусқа тең. Бұл не деген сөз? Бұл дегеніміз кез келген көпбұрыштың ішкі және сыртқы бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Тек қана альфа 1 бетта 1 емес, енді альфа n және бетта n дегендерге де бұл орындала береді. Кез келген көпбұрышта ішкі және сыртқы бұрыштарының қосындысы всегда әрдайым 180 береді. Енді қараңдар, сонда мынау ішкі бұрышы мысалы үшін 120 болып тұрса, онда сыртқы бұрышы явно 60 деген сөз ғой. Себебі екеуінің қосындысы 180 беру керек қой. Келесі, енді дұрыс көпбұрыш.
дұрыс көпбұрыш болатын болса, онда біз бұның әрбір жекелей сыртқы бұрышын таба аламыз. Мына жерде де дұрыс көпбұрыш болған үшін әрбір жекелей ішкі бұрышын таба алатын едік қой, n-ге бөлу арқылы. Тура сол секілді, мына жерде міне ішкі бұрыштарының суммасын n-ге бөліп жүрдік. Сол кезде әрбір жеке бұрышы шықты. Сол сияқты мына жердегі сыртқы бұрыштарының суммасы ол 360 еді, соны n-ге бөле саламыз, болды. Мысалы 5 бұрыш берілсе, 360-ты 5-ке бөлесің. Сонда әрбір сыртқы бұрышы шығады. 360-ты 5-ке бөлсең қанша болады? Так, 360 бөлінген 5, ол бізде 72, көрдің ба? Сонда сыртқы бұрыш оның 72. Ал ішкі бұрышын тапқың келсе, осы кезде мына формуламен тапсаң болады, я болмаса, мына формуласыз бит табуға да болады. Альфаны табу үшін. Сыртқы бұрышын таптың ғой, 360-ты 5-ке бөліп. Ішкі бұрышын табу үшін 180-нен азайта сал осыны. Не үшін? Себебі альфа мен беттаны қосын 180-ге тең. Осы жерде беттан орнына 72-ні әкеп қойсаң, 72 мына жаққа минус болып өтеді. Сонда альфа тең 180-нен 72-ні азайтасың, 108 градус болады. Көрдің ба? Сонда ішкі бұрышының мына формуласын ұмытып қалсаң, байқамай, суммасын n-ге бөлу дегенді. Онда 360 n-ге бөліп сыртқы бұрышын тауып аласың бір штук. Сөйтесің да 180-нен азайтсаң, сыртқы бұрышының ішкі бұрышы шығады. Болды осы ғана. 360 бөлінген n. Жақсылап жазып ал оқушым. Мен негізін алатын бәрін жазып ал деп бит көрсетіп өтіп кетсем болатын еді. Бірақ олай жасай алмаймын. Сендер түп тамырымен түсінгенін қалаймын, себебі кілт, жетістіктің кілті сода оқушылар. Осыны түп тамырымен түсінгенде ғана сендер ұбытта ұмытпай еске түсіре аласыңдар формуланы. Жақсы. Енді мен мына жерлерді өшіріп тастайын. Сөйтемін да келесі бетке көшемін. Мына жердегі қалғандары тұра берсін. Мынау артықтан өшіріп тастайын. Міне, мына қалғандары тұра берсін. Олай болса, кеттік, келесі бетке көшеміз. Үшінші, көпбұрыштың диагоналдар санын біз қалай анықтаймыз? Енді бізде көпбұрыштың диагоналы деген міне бір төбесін, мысалы үшінге, өзіне іргелес емес төбелеріне қосамыз ғой. Іргелес деген мынау ғой, көрші төбелер мынау. Мына мысалы мына төбесіне көрші ол мынау, сол жақ көршісі, мынау оң жақ көршісі деген сияқты әңгіме. Осы сол жақ оң жақ көршілеріне қосыла алмайды. Ол кезде диагонал шықпайды. Себебі оң жақтағы көршісіне қосылса, бұл уже қабырға болып кетеді, көрдің ба? Мына сол жақта көршісіне қосса, уже мына көпбұрыштың қабырғасын құрап кетеді. А бізде диагональ бола алмай қалады. Значит, диагональ болу үшін онда өзіне көршілес емес төбелерге ол қосылады. Мысалы, мына сол жақ және оң жақ көршілерді есептемеген кезде қанша төбесі бар? Біреу, екеу, үшеу. Мысалы үшінге мына төбесіне қосылады, сол кезде диагональдар пайда болады. Тура солай, мына төбесін алсақ, ол енді мынаған сол жақ және оң жақ көршісіне қоса алмайды, қалғандарына қосылады. Сол кезде былай диагональдар шығады. Тура осылай барлық төбесі үшін орындалады. Енді осы кезде оқушым қара. Формуланы қорытып шығарып берейін деп жатырмын. Мыналардың бәрін өшіремін. Сөйтем да айтам. Біз енді мынау диагональдарының санын табатын болсақ, мысалы, саған 7 бұрышты көп бұрыш беріледі, мысалы үшінге. Сон диагональдар санын табыңыз десе, қолмен санап отыра алмайсың ғой. 10 бұрыш беріп қойса, мысалы, бәрін қолмен санай алмайсың ғой. Әрине 4 бұрыш болса, 5 бұрыш болса, 6 бұрыш болса санай аласың, дальше уже санау қиын болып кетуі мүмкін. Сол үшін dn деп айтамыз. Диагональдарының суммасы ғой бұл енді. dn. Енді біз диагональдарының санын табу үшін бітеміз. Әрбір төбесі өзіне, мысалы мына төбесі, өзіне жүргізе алмайды диагональ, сосын сол жақ көршісіне жүргізе алмайды, сосын оң жақ көршісіне жүргізе алмайды. Неше төбесін азайтамыз? Әрине 3 азайтамыз, көрдің ба? Әрбір төбесінен, мынадан, мысалы бір төбесін алдық, өзіне жүргізе алмайды, сол жақ көршісіне және оң жақ көршісіне диагональ жүргізе алмайды, сонда n-нан 3 азайтам. Сол үшін мына 3 төбесін алып тастаймын. n-нан 3 алам. Сосын енді қара. Бір төбесі сөйтіп қалғандарына жүргізеді ғой диагоналдар. Тура солай басқа төбелерді үшін де осы оқиға орындалады. Значит, мына төбесі үшін де өзіне жүргізе алмайды, оң жақ, сол жақ көршісіне жүргізе алмайды, бірақ қалғандарына жүргізе алады. Сол үшін неше төбесі бар, сонша төбесіне сондай оқиға орындалады деймін да, бұны мен n-ге көбейтемін. Яғни n-нан 3 азайттым, өзіне сол жақ, оң жақ көршілеріне диагональ жүргізе алмайтын үшін. Сосын n-ге көбейттім, не үшін? Әрбір төбесінде осындай оқиға болатын болған үшін. Тек қана бір төбесінде ғана осындай оқиға емес қой. n-3 деген оқиға әр төбесінде болады. Сол үшін мен n-ге көбейтемін. Сөйтемін да бұны 2-ке бөлем. Не үшін 2-ке бөлемін оқушым? Себебі біз бір диагональ жүргізген кезде, мысалы, мына төбесіне диагональ жүргізген кезде, уже екі төбеге ортақ бір ғана диагональ жүргізіп тұрмыз. Сонда біз айналып келген кезде, мына төбесіне келген кезде, уже мына диагоналды есептей алмаймыз. Себебі уже давно жүргізіп қойдық бағана мына төбесіне жүрген кезде. Сол үшін уже мына диагоналін алмаймыз. Сол үшін әрбір екі төбесі үшін ортақ бір ғана диагональ жүргізетін болған үшін, онда тең жартысын аламыз ғой осының. Көрдіңдер ме?
Сонда бізде қанша төбе бар, соның жартысын аламыз. Міне n бөлінген 2 болады сонда. Вот осындай екен мағынасы. Жақсы, мен формуланы қаяқтан шыққанын айттым. n-3 деген өзіне сол жақ оң жақ көрсетіне жүргізе алмаған үшін, және n-ге көбейтеміз әр төбесінде осындай оқиға болып жатқан үшін, 2-ге бөлеміз әр 2 төбесі үшін бір ғана диагональ жүргізе алғанымыз үшін. Бітті, мынандай формула шығады сонда бізде. Енді көпбұрыштың бір төбесінен шығатын диагональдардың санын біз қалай табамыз? Яғни көпбұрыштың бір төбесінен шығатын диагональдар санын табу үшін өзін сол жақ оң жақ көрсетіне алып тастап болды. Сонда 1, 2, 3 диагональ шықты, көрдің ба? Сонда өзін сол жақ оң жақ көрсетіне алып тастаған үшін n-нан 3 азайтамын, болды. Бітті. Бір төбесінен шығатын диагональдар саны осылай табады екенсің. Олай болса, бұл бетім аяқталды, келесі бетке көшемін. Келесі бет. Көпбұрыштың бір төбесінен шығатын диагональдар арқылы пайда болған үшбұрыштардың саны. Енді сен бүйтесің. Мысалы, саған 5 бұрыш беріледі. Соның ішінде қанша үшбұрыш пайда болды десе, бір шығатын диагональдар арқылы пайда болған үшбұрыштардың саны. Мысалы, 5 бұрыш берілсе, 5-ті қоя саласың, 5-тен 2-ні азайтасың. n-2 мен табыла салады екен. Сонда міне қанша үшбұрыш шығатын шығады. Көрдіңдер ма? Неше үшбұрыш шығатын шығады. 1 үшбұрыш, 2 үшбұрыш, 3 үшбұрыш, мына мен 4 үшбұрыш. Сонда 4 үшбұрыш шықты. Неше қабырғадан? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 қабырғадан. Сонда n-нан, яғни 6-дан 2-ні азайта саламын. Оны қолмен санап шығуға да болады, тазасын айтқанда. Просто n-нан 2 азайт, сонда бір төбесінен шығатын диагональдар арқылы пайда болған үшбұрыш саны шығады. Болды. Олай болса, бұл бет аяқталды, жақсылап жазып ал, жаттап ал оқушым. Мына жердегі n орнына 5 қоямын дегенде алып тастай саламын. Олай болса, келесі бетке көшейік. Енді келесі бетте дөңес және дөңес емес көпбұрыштар. Сендерде дөңес көпбұрыш деген кезде көп оқушылар менен сұрап жатады, ағай, дөңес көпбұрыш деген не, дөңес емес деген не деп. Осы кезде айта кетейік. Дөңес көпбұрыш. Көпбұрыштың кез келген екі нүктесін қосатын кесінді толығымен сол көпбұрыштың ішінде жататын көпбұрыш. Яғни бізде мысалы мынау бар ғой, мысалы мына екі нүктесін қосатын кесінді бар ғой, ол бізде осы көпбұрыштың ішінде жатыр. Яғни көпбұрыштың аумағында жатыр. Ал егер былай болса ше, мына екі төбесін қоссақ ше, көпбұрыштың сыртында қалып кетті, көрдіңдер ма? Мысалы, мынада мына екі нүктесін қоссам да көпбұрыштың ішінде, мына екі нүктесін қоссам да көпбұрыштың ішінде, мына екі нүктесін қоссам да көпбұрыштың ішінде, мына екеуін қоссам да, любой екі нүктені қосасың, көпбұрыштың сыртынан шыға алмайды. Ешқандай екі кесінді қосқан кездегі пайда болған, екі нүктені қосқан кездегі пайда болған кесінді сыртқа шыға алмайды. Ал бізде мына жерде любой екі кесіндіні қос, сыртқа шығып кетті, көрдің ба? Вот осындай. Бұл кезде уже осындай жағдай болатын болса, бұл уже дөңес көпбұрыш. Сонда бізде егерде басқаша былай айтсақ болады. Егерде бізде көпбұрыштың ішкі бұрышы сыртқы бұрышынан, сыртқы демей ақ қой, мынау сыртында жатқан бұрыштан, мына бір керіліп тұрған жақтан бұрыштан кіші болатын болса, онда ол дөңес көпбұрыш. Ал егер бізде мысалы мына жердегі бұрыш үлкен болып кетті ғой, чем сыртындағы қарағанда, көрдің ба? Уже дөңес емес, уже бір жері құртып тұр. Уже көрініп те тұр, көзімізге көрініп те тұр, онша емес көпбұрыш ғой мынау. Сол дөңес емес көпбұрыш деп аталады екен, көріп тұрсыңдар да. Енді қараңдар, егер көпбұрыштың кейбір нүктелерін қосатын кесінді көпбұрыштың сыртынан өтсе, онда ол дөңес емес көпбұрыш, көрдің ба? Мына екі нүктені қоссақ, сыртынан өтіп тұр, онда ол дөңес емес. Бүкіл нүктесіне тексеріп көресің оқушым, кемінде бір жағдайда осындай болып қалса, болды, ол дөңес емес. Сразу бірден айтсақ болады. Суретіне қарап та уже біле аламыз деген ойдамын оқушым. Олай болса, бұл бетті жақсылап жазып ал, сызып ал, дөңес көпбұрыш, дөңес емес көпбұрыш дегенді. Немесе бұны бұрын басқаша былай түсіндіретін оқушыларға. Кез келген қабырғасын до конца былай созатын болсақ, ол басқа қабырғамен қиылысып қалмау керек қой. Мысалы қараңдар, мына қабырғасын созып көрші. Мына жаққа келіп қиылысып қалды ғой, көрдің ба? Мына қабырғасын созып көр, мына жаққа келіп қиылысып қалды. Мына жерде кез келген қабырғасын соз, ол сыртта или іште келіп қиылысып қалмайды. Кез келген қабырғасын былай соза берсең, ол қиылысу жоқ ода, басқа қабырғалармен, көрдің ба? Ол мына жердегі қиылысқандар, ол көпбұрыштың төбелері ғой, оны есептемейсің. Сыртта қиылысып қалатын болса, или іште бір жерде қиылысып қалатын болса, уже бітті. Ондай жағдайда қабырғаларын созған кезде, ол кезде дөңес емес көпбұрыш болып қалады қиылысса. Вот осылай да түсіндіруге болады. Неше түрлі қылып түсіндіре беруге болады негізі. Түрінен ақ көрініп тұр, қайсысы дөңес емес екенін. Енді сендер негізі мектеп бағдарламасында дөңес көпбұрыштармен жұмыс жасайсыңдар. Сол үшін дөңес емес көпбұрышпен мүлдем бас ауыртпай ақ қойсаңдар болады.
Ендеше оқушым, көпбұрыш тақырыбына арналған видео сабағымның бірінші бөлімін осы жерден тәмамдағым келіп отыр. Қазір дұрыс көпбұрыштың келесі бір түрін айтатын боламын. Ең кең таралған түрін айтамын. Оны қазір келесі видео сабаққа қалдырып отырмын. Олай болса, бірінші бөлімде айтылған теорияның барлығын жақсылап жазып ал, жаттап ал, формулалардың барлығын біз білуіміз қажетпіз. Олай болса, екінші бөлімде жүздескенше.